Енді астар бөліктерді біріктіретін боламыз. Осылай алдыңғы бойды бір-бірімен және де артқы бойдың бачоктарын бір-бірімен біріктіріп тігіп шығамыз. Және аптачкамен артқы бойды біріктіріп тігіп шығамыз. Осылай екі бүктеліп тұрған жер тура ортасын табамыз да, рассечка береміз. Екі рассечка бір-бірімен біріктіріп, булавкамен қадап, және екі шетін булавкамен қадаймыз. Содан кейін барып орталарын қадап шығамыз. Сонда бәрі артық кемсіз орнына келе қалады. Енді бағанағы алдыңғы бой мен артқы бойды біріктіргенді үтіктеп шығамыз. Тігісі подклад бачок жаққа қарап тұру керек, яғни енді алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын біріктіріп тігіп шығатын боламыз.